Мемлекет басшысы жаңадан тағайындалған министрлерді қабылдады. Армысыздар, арнамыздың көрермені. Бүгінгі видеомыз жаңа тағайындалған министрлер жайлы болмақ. Соңына дейін көріп тіркеліп кетуді сұраймыз. Президент индустрия және инфрақұрылымдық даму министрі Марат Қарабаевты, экология және табиғи ресурстар министрі Зүлфия Сүлейменованы, мәдениет және спорт министрі Асхат Ораловты, оқу-ағарту министрі Ғани Бейсенбаевты және әділет министрі Азамат Исқараевты қабылдады. Президентіміздің сіз бұл шешіміне қалай қарайсыз? Қай министрді танисыз? Кездесу барысында Қасым-Жомарт Тоқаев министрліктердің жауапкершілігіндегі мемлекеттік және салалық бағдарламаларды, ұлттық жобаларды тиімді жүзеге асырудың маңыздылығына назар аударды. Қоғам қарасымен өз үлестерін қосады деп сенейік, ағайын. Мемлекет басшысы индустрия және инфрақұрылымдық даму министрі Марат Қарабаевқа геология және жер қойнауын пайдалану саласын реттеу, көлік-логистика әлеуеті мен өңдеу өнеркәсібін дамыту, сондай-ақ тұрғын үй құрылысының көлемін арттыру жұмыстарын тапсырды. Экология және табиғи ресурстар министрі Зүлфия Сүлейменоваға су мәселесінің саясаты мен табиғи ресурстарды реттеу, көгалдандыру және азаматтарды экологиялық тұрғыда тәрбиелеу міндеттері жүктелді. Мәдениет және спорт министрі Асхат Ораловқа туризмді, бұқаралық спортты және мәдениет саласын дамыту жөнінде бірқатар тапсырма берілді. Президент оқу-ағарту министрі Ғани Бейсенбаевқа жайлы мектеп ұлттық жобасының уақытылы жүзеге асырылуын қамтамасыз ету, сондай-ақ мектептегі және мектепке дейінгі білім беру сапасын арттыру жөнінде тапсырма берді. Әділет министрі Азамат Исқараевқа заңнаманы және нормативтік құқықтық базаны одан әрі жетілдіру жөнінде бірқатар міндет жүктелді. Кездесу соңында Қасым-Жомарт Тоқаев азаматтармен тығыз жұмыс істеп, олардың мәселелерін уақытылы шешу қажет екенін атап өтті.